Ерте заманда бір патша болыпты. Патшаның 3 баласы бар екен. Ең үлкенінің аты Асан, ортаншысының аты Үсен, ал ең кенже баласының аты Қасан екен. Қасан өте сұлу, ақылды, әрі батыр, ақ көңілді бала болып өседі. Патша ұйықтап жатып түс көреді. Түсінде бір ғажайып құс көреді. Құстың күлсе, аузынан будақ-будақ гүл түседі. Жыласа, көзінен моншақ-моншақ маржан түседі. Міне, патша осы құсқа ынтық болады. Дереу орнынан тұрысымен Асан мен Үсенді шақырып алып айтады: "Мен түсімде бір тамаша өмірде көрмеген құсты көрдім. Өзі өте сұлу, күлсе аузынан будақ-будақ гүл түсетін, жыласа көзінен моншақ-моншақ маржан түседі. Осы құсты қайдан да болса маған тауып әкеп бересіңдер. Егер де тауып әкеп бермесеңдер, бастарыңды аламын", дейді. Асан мен Үсен әкесінен қорыққанынан "Қайдан да болса тауып әкеп береміз" деп уәде береді. Жол жүріп кетеді. Бұл уақиғаны Қасан білмейді. Қасан әкесінің Асан мен Үсенді күлсе, аузынан будақ-будақ гүл түсетін, жыласа көзінен моншақ-моншақ маржан түсетін құсқа жұмсағанын 40 күннен кейін барып біледі. Асан мен Үсенді осындай алыс жолға жұмсап, өзінің үйде қалғанына қапа болып, әкесіне жылап келеді. "Әке", дейді Қасан, "Асан мен Үсенді жұмсаған жаққа мені неге жұмсамадыңыз? Ол екеуінен жек көресіз бе? Я болмаса маған сенбедіңіз бе?" Патша айтады: "Жоқ, балам, олай емес. Мен Асан мен Үсенді өте қатерлі қиын жолға жұмсадым. Ал сені ол қиын сапарға жұмсауға қимадым." Қасан әкесіне жалынып, сол құсты іздеуге разылығын алып, ел жұртымен қош айтысып, екі ағасының артынан кетеді. 40 күн бұрын кеткен ағаларын Қасан қуып жетеді. Ағайынды үшеуі бір үлкен жолға түсіп жүре береді. Бір күндері бұлардың жүріп келе жатқан жолы 3 айырылады. Бір жол оңға, бір жол солға, бір жол тура бетімен. Әр жолдың басында үлкен тас тұр. Тастың бетіне ойып жазған жазуы бар. Бірінші жолда барса келер, екінші жолда барса мүмкін келер, мүмкін келмес. Үшінші жолда барса келмес деп жазылған. Асан барса келер жолына түседі. Үсен барса мүмкін келер, мүмкін келмес жолына түседі. Ал Қасан барса келмес жолына түсіп жүре береді. Бірнеше ай, бірнеше күн жүргеннен кейін Қасанның алдынан үлкен қала көрінеді. Қаланың айналасында көп киік жайылып жүр. Қасанның осы кезде азығы таусылып, бірнеше күннен бері ас ішпей ашығып келе жатқаны есіне түседі. Киіктің біреуін атып алайын деп беліне асынған садағын алып кезене бергенде, киіктердің бәрі маңырап Қасанды қоршап алып, мұңлы дауыспен шулай кетеді. Қасан киіктерді атпайды. Бұл жануарларға не болған деп ойлап, еш нәрсеге түсінбестен қаланың ішіне кіреді. Бір үлкен сарайдың ішіне кіріп, "Кім бар?" деп дауыстап еді, ешкім жауап бермеді. Жан-жағына қарап еді, бір алтын табақ тола қуырылған етті көреді. Әбден ашыққан Қасан етті жемекші болып, табаққа қолын сала бергенде, "Ей адамзат, тарт қолыңды!" деп үсті басы алба-жұлба, тісі ақсиған, түсінен адам қорқатын бір кемпір келіп, бір нәрселерді айтып аузынан күбірлетті де жерді түйіп қалды. Осы кезде Қасан киікке айналды. Әлгі кемпір Қасанның мойнынан жетектеп, жанағы маңырап Қасанның алдынан шыққан киіктерге апарып қосты. Қасан адамгершілік түрінен айырылғанмен ақылынан адаспады. Көп киіктерден бөлініп, жанағы өзі келген жолына түсіп, алған бақытына қарай жүре береді. Бірнеше күн өткеннен кейін алдынан жаңадан соғылған үлкен сәулетті бір сарай көрінеді. Киік болған Қасан сол сәулетті сарайдың ішіне кіреді. Алдынан бір сұлу қыз шығып, киікке қарап, "Сен киік емессің ғой, адамзатсың ғой. Егер де мені сен адамгершілік қалпына келтірсем, сен мені аласың ба?" деп сұрап еді, киік Қасан тіл қатпады. Қыз айтты: "Сені киікке айналдырып жіберген менің залым анам ғой, сенің тіліңді де сөйлетпей қойыпты ғой", деді де киік Қасанның бетіне бір уыс топырақ шашып жіберіп еді, Қасан бұрынғысынан да сұлу жігітке айналды.
Қасан адам қалпына келген соң қызбен сыпайы амандасып, қызға үлкен алғыс айтты да, және де басынан өткізген тарихын баян етті. Қыз да басынан өткен кеткенін Қасанға айтып берді. Қыз айтты: «Мен сол сені кекке айналдырған жалмауыз кемпірдің жалғыз қызы едім. Шешемнің адамға жасаған дұшпандығына төзе алмай еншімді алып бөлек шығып едім. Мен өмірімде адам баласын көрмей жалғыз өтермін деп қапалықта отыр едім. Құдай сені маған кездестірді. Мен сенің соңынан қалмаймын», деді. Қасан айтты: «Мен әкеме берген уәдемді орындамай саған үйлене алмаймын», деді. Қыз сұрады: «Әкеңе қандай уәде берген едің?» Қасан әкесінің түсінде бір тамаша құсты көргенін, күлсе аузынан будақ-будақ гүл түсетінін, жыласа көзінен моншақ-моншақ маржан түсетінін айтты. Сол құсқа әкесінің көруге құмар болып, екі ағасын «Соны тауып әкеліңдер» деп жұмсағанын, ағаларының артынан барамын деп, өзінің өтініп, қандай қиындық болса да төзіп, қайдан да болса құсты тауып әкеліп беремін деген әкесіне берген уәдесін айтты. Қыз Қасанның бұл сөзін естіп жылай берді. «Сен бұл құсты іздейтін болсаң, маған жоқсың. Бұл құс менің құсым еді, адамша сөйлей алатын еді. Менен бұл құсты пері патшасының Күлжамал деген қызы әскерімен келіп тұрып тартып алып кеткен еді. Ол перінің елін іздеп табарсың-ау. Бірақ та құсты саған оңайлықпен алдыра қоймас», деді. Қасан айтты: «Мен қандай қиындық болса да төзуге тиіспін. Қандай да болсын, әкеме тауып апарып беру міндетім және борышым. Ал құсты аман-есен тауып алып қайтсам, алдымен саған келемін, сенен басқа ешкімге үйленбеймін», деді. Қыз Қасанның беттеген жағынан қайтпайтұғын білген соң, Қасанға рұқсат беріп жөн сілтеді. «Батысқа қарай 90 күн жүресің. Одан кейін алдыңнан аспанмен таласқан биік тау кездеседі. Сен сол таудың ар жағында 90 күн дегенде өтерсің. Сол таудың арғы түбінде үлкен жалғыз түп бәйтерек бар. Сол бәйтеректің басында самұрық құстың ұясы бар. Сені мүмкін сол самұрық перінің еліне жеткізер», деді. Содан кейін қыз айтты: «Менің залым шешем тірі тұрғанда екеумізді бірге өмір сүргізіп қоймайды. Бір зиянын тигізеді. Менің шешемнің ажалы мынадан болады», деп бір садақтың оғын берді. «Қалай қарап атсаң да менің шешемнің маңдайына тиеді», деді. Қасан садақтың оғын алып, көп кідірместен атып жібереді. Атылған оқ жалмауыз кемпірдің маңдайынан тиіп, сол заматта өлді. Бұдан кейін Қасан қызбен қош айтысып, батысқа қарай жүріп кетті. Қыз айтқандай Қасан 90 күн жүріп аспанмен таласқан үлкен тауға кездесті. Таудың ар жағына 90 күн дегенде зорға деп асып түсті. Үлкен жалғыз түп бәйтерек келіп, саясында демалып отыр еді. «Ей адамзат, бізді өлімнен құтқар, құтқар» деп шырылдаған самұрық құстың балапандарының даусын естіді. Қасан бұл мүсәпірлерге не болды деп қарап еді. Бір үлкен айдаһар жылан балапандарды жұтуға әзірленіп, бәйтеректің басына қарай жылжып, өрмелеп бара жатыр екен. Қасан көп ойланбай дереу қынаптағы қылышын суырып алып, айдаһарды бірнеше жерден шауып өлтірді. Самұрық құстың балапандары өлімнен аман-есен құтылғанын біліп, Қасанға көп рахмет айтты. Ашығып отырған балапандар айдаһардың етін жеп тойып алды. Дәл сол кезде қатты жел тұрып, нөсер жаңбыр жауды. Қасан балапандардан сұрады: «Бұл не қылған жел? Не деген нөсер жаңбыр?» деп. Балапандар айтты: «Бұл жел емес, біздің анамыздың қанатының лебі. Ал жаңбыр дегеніміз біздің анамыздың көз жасы. Біздің анамыз жылда осы бәйтеректің басына жұмыртқалап, балапан басып шығарады екен. Анамыз балапандарына тамақ іздеп кеткенде, жаңағы сіз өлтірген айдаһар іннен шығып, біздің анамыздың басып шығарған балапандарын жеп қояды екен. Біздің анамыз келгенше қайтып ініне тығылып қалады екен. Қазір біздің анамыз аң аулап қайтып келе жатыр. Біздерді тірі көремін бе, әлде айдаһар жеп қойды ма деп жылап келе жатыр. Міне, ол жаңбыр емес, біздің анамыздың көз жасы», деді. «Біздің анамыз», деді балапандар, «адамзаттың етіне сондай құмар, сізді көрсе дереу жұтып жіберуі мүмкін. Сондықтан сіз жасырына тұрыңыз», деді. Қасан балапандардың қанатының астына жасырынады.
Бір мезгілден кейін самұрық құс келіп бәйтеректің басына қонды. Самұрық құстың салмағынан бәйтерек иіліп жерге тиді. Балапандарының тамағына көп бұғы, киік, тағы басқа аңдарды алып келіп үйіп тастады. Балапандарының тірі екенін көріп көз жасы тыйылып қуанып кетті. Дәл осы кезде жадырап күн де шығып қатты жел де тыйылды. Бір кезде самұрық құс тамсанып жан-жағына қарай берді. Адамзаттың иісі шығады. Сендер көрген жоқсыңдар ма? Деді. Балапандар айтты. Бір қасық қанын кешсеңіз, біз адамзатты көрсетелік, деді. Самұрық мақұл дегендей бас изеді. Балапандар қанатының астындағы қасанды көрсетіп еді, самұрық қасанды жұтып жібере жаздады. Балапандар шыр-шыр етіп анасының тамағынан ұстай алды. Содан кейін самұрық балапандарынан, бұл адамзат сендерге қандай жақсылық істеді? Деп сұрады. Балапандар айтты. Бұл адамзат айдақарды өлтіріп, бізді ажалдан құтқарды, деді. Самұрық қасанға үлкен алғыс айтып, не жұмыспен келгенін сұрады, және де қандай жәрдем керек деді. Қасан басынан кешкен уақиғаны жасырмай айтып берді, және перілердің жеріне жеткізіп тастауды өтінді. Самұрық мақұл деп жол қамына кірісті. Балапандарына өзі қайтып келгенше жетерлік ауқат жинап беріп, жолда жейтін азығында алып, үстіне қасанды мінгізіп, перінің жеріне қарай ұшады. Самұрық бір жеті ұшады, мұхиттан өтеді, шөлден өтеді, от дариясынан өтуге жақындағанда, жейтін тамағы таусылып, басы айналып, көзі қарауытқан самұрық састы. Ей адамзат, баратын жерімізге жете алмаймыз-ау, менің әлім құрыды, құлауға айналдым, дейді. Қасан дереу екі санынан етін екі жапырақ ет кесіп, самұрықтың аузына тосты. Самұрық қасанның берген етін жеп, күшіне келеді. Содан кейін самұрық қасаннан сұрайды. Бұл қайдан шыққан ет? Ондай дәмді, әрі күш беретін ет екен, дейді. Қасан айтты. Мен сізге санымның етін кесіп бердім. Самұрық қасанның екі санындағы жарасын дереу сипап еді, жара жазылып кетті. Осыдан кейін көп ұзамай-ақ самұрық пен қасан перінің жеріне келіп жетті. Самұрық айтты. Перілер бір ұйықтаса 40 күн ұйықтайды. Перілердің ұйықтағанына қазір 3 күн бопты. Мен сені осы жерде 3 күн күтемін. 3 күнде қайтып келмесең, мен саған қарамай-ақ ұшып кете берем. Қасан 3 күнде қайтып келуге уәде беріп, қалаға қарай кетеді. Қала өте сұлу екен, ылғи алтыннан соғылған. Бұрын мұндай сұлу қала көрмеген Қасан қаланы тамашалап, құсты да, самұрықты да ұмытып кетеді. Қасан бір кезде қаланы аралап жүріп, үлкен тамаша соғылған сарайға кіреді. Сарайдың ішінде 40 қыз ұйықтап жатыр. Ар жағында оңаша бір бөлмеде алтын кереуеттің үстінде тағы бір қыз ұйықтап жатыр. Одан әрі тағы бір бөлмеге кіріп еді, жаюлы дастарқан, неше түрлі тамақ. Тамақтан алып жейін деп еді, бір нәрсе шаңқ ете қалды. Ей адамзат, біреудің тамағын неге рұқсатсыз жейсің? Деп күліп жібергенде аузынан будақ-будақ гүл түседі. Қасан қараса, өзінің іздеп жүрген құсы екен. Алтын қапаста отыр. Қасан қуанып кетті. Құсты алып самұрыққа тез қайтпақшы болып құсқа ұмтылғанда, құс шар ете түсті. Сен мені алып кете алмайсың. Егер де мені ащы даусыммен сайрасам, осы қаладағы ұйықтап жатқан перілердің бәрі оянады. Ал сенің бір мысқал етің бұл жерде 1000 ділда тұрады. Мені ескертпеді деп өкпелеме, ендігісін өзің біл, деді. Қасан құсқа жалынып жылай берді. Жолда көрген уақиғаларын және де құстың бұрынғы егесімен қосылмақшы болып уәделескенін айтты. Құс Қасанның көңілін қимай, мақұл, мені алып кете ғой, бірақ жолда көрген уақиғаларыңды айтып, хат жазып, ана бөлек бөлмеде ұйықтап жатқан қыздың қалтасына сал. Қасан құстың айтқанын орындады. Содан кейін құсты алып самұрыққа келді. Самұрық енді болмаса ұшып кетейін деп отыр екен. Қасан құс пен самұрықтың арқасына мініп, көп қиындық көрмей, самұрықтың балапандарына аман есен жетті. Ар жағына жету үшін самұрық қанатының бір қауырсын үзіп берді. Қасан құс пен самұрықтың қанатының қауырсынына мініп, уәделескен қызына келді. Қыз қуанып Қасанды, құсты бар ынтасымен қарсы алды. Бірнеше күн демалған соң, Қасан қызды құсты алып самұрық берген қауырсынға мініп, еліне қарай жүріп кетті. Бірнеше күн жүрген соң, алтынан жаяу келе жатқан бір адамға жолықты.
қараса өзінің ортанша ағасы Үсен малын бағып күнін көрген. Содан кейін еліне жаяу қайтып келе жатыр екен. Өзі әбден аштықтан азған, киімдері тозған. Қасан Үсенді суға түсіріп, үстіне жаңа киімдер кигізеді. Тамаққа әбден тойғызды. Сөйтіп, өздерімен бірге қауырсынға мінгізіп келе жатса, Үсеннің қалінен де жаман азып тозып, беті торғайдай, мойны ырғайдай болған Асанға кездеседі. Қасан Асанды да Үсенді де жуындырып, киіндіріп, тамаққа тойғызып, қауырсынға мінгізіп алып жүреді. Бір күні бұлар бір жерге келіп қонады. Осы кезде Асан мен Үсен екеуі ақылдасады. Біздің әкеміз бұрында біз екеумізден Қасанды жақсы көруші еді. Енді Қасан елге барған соң құсты мен таптым, қызды да өзім таптым дер. Ал бізді аштан өлейін деп келе жатқан жерінен өзім тамаққа тойындырып алдым дер. Әкеміз екеуміздің байға жалданып мал баққанымызды естісе, менің атыма дақ келтірдіңдер деп дарға асуы да мүмкін. Қайткен күнде де Қасанның көзін жою керек. Содан кейін құсты өзіміз тауып алып келдік дейміз, дейді. Екеуі осылай етіп келісіп Қасанға келеді. Бізге құдықтан су алып бер, дейді. Қасан мақұл деп еліне жіп байлап терең шыңырау құдыққа түседі. Асан мен Үсен Қасан құдықтың дәл ортасына жетісімен жіпті пышақпен кесіп жібереді. Қасанды құдыққа тастағаннан кейін Асан мен Үсен қызды мен аламын деп таласып қалады. Қыз екеуіне де тимей айдалаға қаңғырып кетеді. Асан мен Үсен құсты алып еліне келеді. Әкесіне құсты алып келгенін баяндайды. Патша Асан мен Үсеннен Қасан қайда деп сұрайды. Ал Асан мен Үсен Қасанның біздің айтқанымызға көнбей теңіздің суына шомылып жатқанда жайын жұтып қойды. Бірақ біз жайынды өлтірдік, Қасанның кегін алдық, дейді. Патша Қасанның өлгенін естіп қатты қайғырып басын көтермей күн-түн жатып қалады. Дәл сол күні перілер ұйқысынан оянады. Пері патшасының қызы қапастағы құстың жоқ екенін біліп қалаға жар салады. Қалтасындағы қатты көріп, құсты адамзаттың алып кеткенін біліп, пері патшасының қызы әкесімен құсты іздеуге аспанға ұшады. Қасанның әкесі бір күні өзі орнынан тұрмастан, құсты сайратыңдар деп бұйрық береді. Құсты алтын қапасқа отырғызып сайратады. Құс қайғылы, мұңлы үн, ащы дауыспен сайрайды. Дәл осы кезде аспанда ұшып, құсты іздеп кен аспанды кезіп жүрген перінің қызының әскерлері Қасанның елінің үстінен адам болып түсе береді. Аспаннан адам жауған соң, Қасанның елінің адамдары үрейленіп, қорқып патшаға келіп тығылады. Пері патшасының қызы әскерімен құстың тұрған жеріне келіп, патшаны алдына шақырады. Патша жатқан орнынан тұрып, киімін киіп, белін буынып, Аллаға сыйынып, пері патшасының алдына келеді. Пері қызы патшадан сұрайды. Ей адамзат патшасы, мына құсты қай балаңыз алып келді? Соны маған көрсетіңіз. Мен сіздің сол балаңызбен сөйлесер едім, дейді. Ей пері қыз, осы құсыңды мен түсімде көріп, бір көруге құмар болғаным рас. Алып келіңдер деп 3 баламды жұмсағаным рас. Ал сол 3 баламның екеуі аман қайтып келді. Ал ең кішісі жақсы көретін балам қайтпады. Жолда балық жұтты деп келді. Өтірік расын әлі анықтағаным жоқ. Ал сол баламның қайғысынан мына құсты осы бірінші рет көріп тұрмын. Ендігісін ана тірі келген 2 баладан сұраңыз, деді де патша үйіне кетті. Пері қызы Асан мен Үсенді шақырып, қалай алып қайттыңдар, соны айтып беріңдер, деді. Асан мен Үсен, қалай алып қайттыңдар дейтін несі бар? Жүйрік атпен бардық та алып қайттық, деді. Пері қызы айтты, сендер шындарыңды айтпай отырсыңдар. Бәрібір мен қазір құсты сөйлетемін. Құс барлық шындықты айтып, сендердің сөздерің өтірік болса, бастарыңды аламын, деді де құсқа сөйле деп белгі берді. Құс жолда болған оқиғаның бәрін айтты. Қасан ақ көңіл, қайырымды жігіт екен. Жылап қоймаған соң ергенім рас. Қасан мені алып, менің бұрынғы иемнің үйіне әкелді. Содан кейін бәріміз осы жаққа қарай келе жатқанымызда, жолда азып-тозып ашығып келе жатқан Асан мен Үсенді кездестірдік. Қасан бұл екеуін тамаққа тойдырып, киім киіндіріп еді. Бұлар Қасанға қастық ойлап, құлдыққа алдап түсіріп тастап кетті. Содан кейін менің бұрынғы иемді екеуі мен аламын деп таласып еді. Ол кетті.
ол қыз екеуіне де тимей айдалаға қаңғырып кетті. Олардың аштан өлетін уағы болған жоқ, әлі тірі болуы мүмкін, деді. Пері қызының бір әскері жер жүзін бір сағатта айналып шығатын жүйрік екен. Пері қызы сол жүйрікті жұмсады, ал Асан мен Үсеннің басын кесіп алды. Пері қызының мұнысына барын өз құлағымен естіген патша қарсы болмады. Сөйтіп, перінің қызметшілері Қасан мен қызды тауып патшалыққа әкеледі. Сөйтіп олар бақытты да баянды өмір сүреді. Ал пері қызы өз еліне қайтады.